Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сырная запеканка жасаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бізге сыр, творог, жұмыртқа, ұн, разрыхитель, қамыр қопсытқыш, айран керек болады. Ұн мен қамыр қопсытқышты араластырып қоямыз. Творогты саламыз, яғни сүзбемізді. Сыр саламыз. Жұмыртқаны саламыз. Айран. Енді блендердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Шым-шым тұз саламыз. Тағы да жақсылап блендермен араластырамыз. Түйіршіктер қалмайтындай етіп, бір келкі масса болғанға дейін. Неке қараңыздар. Осылай болып араласты. Енді ұнымызды саламыз. Енді венчикпен араластырамыз. Қалған ұнымызды салып араластырамыз. Қорманы алдын ала майлап алдым. Енді дайын болған қамырымызды құямыз. Енді 180 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Сырная запеканкамыз дайын болды. Сап-сары болып пісіп шықты. Кесіп, ұсына берулеріңізге болады. Таңертеңгісін немесе бестін шайына ұсынсаңыздар, өте тамаша. Дайындалуы да жылдам, оңай, көп уақытты алмайды. Келесі видеоларды жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Сонда сіздерге жаңадан шыққан видеолардан хабарлама барып тұрады.